Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Күні бүгінге дейін қазақтар арасында сұрағын таппаған екі мәселе болса, соның бірі кіші жүз билеушісі Әбілқайыр хан. Ел ішінде әр түрлі әңгімеден құлағымыз жауыр болғаны қашан. Бәзбіреулер Әбілқайыр билікке келу үшін Ресейдің қол астына кіріп табанын жалады десе, енді бір тобы ханның қара халықты ойлағаннан кейін ғана осындай қадамға барды дейді. Ал біз осы ығыры шыққан сұрақтың нүктесін қоятын боламыз. Біз айтып отырған Әбілқайыр Мұхаммед Қазы Баһадүр хан 1693 жылы Түркістан қаласында дүниеге келді. Ол Әз-Жәнібектің 5-ші ұрпағы, ал Шыңғыс ханның 18-ші ұрпағы болып келеді. Ол жастайынан соғыс өнерінің бүкіл стратегиясын үйренді. Оның бала күнінде-ақ Ресейдің қазақ еліне ықпалы арта бастады. Алайда солтүстікте орналасқан кейбір жұтылып бара жатқан башқұрт, татар секілді халықтар өз қандас, діні бір бауырлары қазақтар жағына елеңдей бастады. Бұл жолда бірінші башқұрттар көзге түсті. Олардың асау билеушілері елінің тағдырын ойлап, Түркістан тағында отырған ханға елші салып, өздеріне қазақтың бір сұлтанын билеуші етуге өтініш етеді. Осындай қиын қыстау кезеңде Әбілқайыр бірнеше жыл башқұрттардың билігін алды. Бір қызығы, осыдан тура 150 жылдай бұрын қазақтың ханы Хақназар башқұрттардың да билігін алған еді ғой. Енді міне Әбілқайыр да башқұрттардың билігінде болып өзінің құқымен жүргізді. Алып империя мен хандық арасында текетірес 1720 жылы қыркүйек айында қазақ әскері мен орыс казактары арасында Самара өзеніндегі шайқасқа ұласты. Бұл жорық кезінде екі жақта да адам шығыны болып, Әбілқайырдың әскері орыстарды түре қуды. 1710 жылы Қарақұмдағы халық жиналысында жас Әбілқайыр кіші жүз әскерінің бас қолбасшысы және хан болып сайланды. 1718 жылы Аягөзде Әбілқайыр мен Қайып 30 мыңдық әскері жоңғарлармен қанды шайқаста болды. Бірақ осы шайқаста Әбілқайыр мен Қайыптың алауыздығы кесірінен қазақ қолы жеңіліске ұшырайды. Осы соғыста садақ оғы тиген Тәуке ханның мұрагері Қайып хан көп ұзамай дүниеден өтті. Орнына Болат хан сайланды. 1721 жылы казактар мен қалмақтардың атаманы Балшманов басқарған Тобыл өзеніндегі, яғни Ойыл өзеніне қатысты жерде шабуыл болып, қаншама малды айдап алып кетті. 1722 жылы қаңтар айында 300 қол қазақ сарбаздары қарымта қайтару үшін казак орыстардың Шаған жанындағы қысқы станциясына шабуыл жасап, 70 қазақ орысты айдап әкетеді. Ақпан айында казак орыстардың Жайық қалашығы жанында жылқы табын түгелдей айдап әкеліп, оларды жылқысыз қалдырады. Көп ұзамай Болат хан да дүниеден өтті. Енді таққа талас басталды. Сәмеке Әбілқайыр атасынан хандық әулет болмағандықтан таққа жалғыз үміткер менмін деп есептеді. Ол 1723 жылы Түркістан қаласында тұрып, одан жоңғар басқыншыларын қуып шыққан соң Бұхар мен Хиуа хандықтарының шекарасында өзіне қарайтын тайпалардың арасына кетеді. 1736 жылы оның ордасына келген ағылшын суретшісі Джон Кестел былайша түйіндейді. Ол зор тұлғалы, сымбатты, аппақ жүзі, қызыл шырайлы, түсі сондай жылы, сонымен қатар зор денсаулық пен қайрат иесі. Садақ тартуға келгенде шынымен ақ бүкіл ұлтта оған тең келетін кісі жоқ. Хан болмай тұрып, ол сұлтан ғана болатын. Оның барлық балалары да осы лауазымда алып жүр. Жоңғар қалмақтарымен болған соғыста олардың басшысы Қонтайшы өз қолымен тұтқынға алғаннан кейін кіші орда оны хан сайлады. 1728 жылы қазақ әскері Ұлытау, Бұланты, Қарасиыр деген жерлерде көптен күткен жеңіске қол жеткізеді. Бұл жеңістер үміті сөне бастаған қазақтарға жоңғарларды жеңуге болады деген сенім берді. Осыдан кейін бүкіл халық біртіндеп бірігу жолына түсті. Алайда Болат ханның қазасынан кейін таққа талас басталды. Міне дәл осы жерде тартыс қайтадан өрши түсті. Бір тарихшылар Әбілқайыр бетке өкпелеп тонын жоңғарда қалдырды десе, енді бірі бұған маңызды себеп бар деп дауласады. Шындап келгенде ешқандай тарихшы Болат ханның орнына таққа Әбілқайырдың лайық екендігін жоққа шығара алмайды. Оның Шыңғыс әулетінен болғаны бір басқа, жеке басына жетіп артылатын ерлігі, Түркістан мен өзге қалаларды жаудан тазартуы, оңтүстіктегі
бұхар мен хиуаға сөзінің жүргізуі, батыстағы башқұрттарды өз билігін мойындатуы, жоңғарларды бір емес бірнеше жерде күл-талқан шығарып отырып жеңуі оның хан тағына әбден лайықты тұлға етті. Тіпті қарапайым халық Әбілқайырдан өзге ешкімді таққа лайық көрмеді. Ойлап қараңызшы, Қазан мен Астраханды әп-сәтте уысына алып, Сібірді жермен жексен етіп Тынық мұхитына жеткен алып Ресей бар болғаны кіші жүздің территориясында 200 жылдан астам уақыт бойы бөгелуге тура келеді. Бұл біздің қазақ ұлтының сөзсіз батырлығын, жауынгерлігін көрсетсе керек. Осындай беделге ие бола тұра Әбілқайырдың үлкен хан сайлана алмай қалуы, қарапайым халық арасында, сонымен қатар үлкен төрелердің арасында да үлкен абыржушылық туғызды. Себебі қолдарына анағұрлым билікті шоғырландырып үлгерген билер мен сұлтандар таққа әлде қайда дарынды әрі бүкіл ел ішінде атағы жайылған Әбілқайырды сайлайтын болса, өздерінің биліктен айырылып қалу қаупінің төнетіндігін жақсы түсінді. Сөйтті де ол Болат ханның жас ұлы Әбілмәмбетті отырғызды. Болат хан өлгеннен кейін қазақтың бас ханы болу жолы менікі деп жүрген Әбілқайыр мен Сәмеке өз әскерлерін ертіп ордаларына оралады. Әбілқайырдың орта қолдан бөлініп батыстағы еліне кетіп қалуын кейбір тарихшылар батыстағы қалмақтар мен казактардың қазақ ауылдарын тонаушылығымен түсіндіреді. Ойлап қарасақ, бір ғана қазаққа оңтүстіктен Хиуа мен Бұхар әскерлері, батыста Ресей билігіндегі қалмақтар мен казактар, солтүстікте Сібірдегі Ресей бекіністері, шығыста жоңғардың самсаған армиясы ұдайы қауіп төндіріп тұрды. Ақыры 1731 жылы күзде Тевкелев бастаған орыс елшілері Әбілқайыр мен кіші жүз бен орта жүздің бір бөлігінің старшындарынан ант қабылдайды. Ресейдің қитұрқы саясаты кеш сезген Әбілқайыр оларға қарсы бірнеше рет қарсы шығады, бірақ бұл әрекеттерінен еш нәтиже болмайды. Ардақты ханымыз 1748 жылы Орынбордан шағын жасағымен қайтып келе жатқан жолда қарсыластарының бірі Барақ сұлтанның құрған қақпанына ұрынып қалады. Барақ сұлтан жоңғар шапқыншылығы кезінде зор беделге ие болған тұлға. Әбілқайырдың Ресейдің қолдауы арқылы күшейіп кетуінен сескеніп оған қарсы шыққан. Әбілқайырдың 50 шақты адаммен келе жатқанын естіген ол мүмкіндікті пайдаланып қалуды ойлап тұзақ құрады. Осы шайқаста қарсыластарының күші басым екенін көріп тұрған ханның күзетшілері оған қашуды ұсынады. Бірақ Әбілқайыр хан бұдан бас тартып, осы шайқаста қаза табады. Әбілқайырдың моласы Қабырға өзенінің Өлкейкеге құятын тұсында Торғай қаласынан 80 шақырым жерде хан моласында жерленген ардақты ханымыздың өмір бойы сарайда отырмай қан майданда шыбын жанын шүберекке түйіп жүріп қорғаған жерінде біз бүгін тыныштықта өмір сүріп отырмыз. Әбілқайырдың қазақ үшін бүкіл қазақ халқына сіңірген еңбегі орасан. Бұл дәлелдеуге келмейтін аксиома. Ал сол Әбілқайырды өлтірген ел ішінде Көкжал деген лақап атымен танымал Барақ сұлтан не себепті мұндай қадамға барғандығы туралы біз келесі видеода міндетті түрде айтатын боламыз. Біздің әлеуметтік желідегі парақшаларымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.